Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен өте дәмді, пайдалы, жасалу жолда өте оңай, кез келген тағаммен керемет үйлесетін квашеный капустаның жасалу жолын көрсетемін. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қараңыздар. Алдымен капустамыздың сыртқы, яғни жасыл қабықтарының, яғни жасыл жапырақтарының барлығын алып тастаймыз. Өйткені біздің жаңағы ашытылған капустамыздың аппақ болып шығуына да осы да әсер етеді. Енді өзімізге ыңғайлы бөліктерге бөліп алып, осылай видеода көріп тұрғандарыңыздай жұқалап турап аламыз. Мен бүгін үлкен ыдысқа, яғни эмальді ыдысқа тұздайтын боламын. Өз қалауларыңызша 3 литрлік немесе 2 литрлік банкіге тұздасаңыздар да болады. Енді екі сәбізімізді жуып тазалап, ашып, үкіштен өткізіп аламыз. Көп қосудың қажеті жоқ, өйткені капустаның түсін тағы да өзгертіп жіберу мүмкін. Каналымда сонымен қатар осы квашеный капустаның басқаша әдіспен тұздаудың да түрі бар. Қалауыңызша онда көрулеріңізге болады. Енді осы екі ингредиентімізді, яғни екі көкөнісімізді дайындап алдық. Енді үстіне тұзымызды салып, жеңіл әрекеттермен 2-3 минутта жақсылап араластырамыз. Жақсылап араластырып болғаннан кейін осы ыдысымызды салқын жерге шығарып тастамай 3 күн бойы үй температурасында ұстауымыз керек. Яғни үйдің температурасы жылы болу керек. Сол кезде капустамыз жақсы ашитын болады. Егерде біз бірден салқын жерге шығарып тастасақ, ол дұрыс ашымай қалады. 3 күндей үйдің температурасында күнделікті жаңағы ағаш қасықпен немесе таяқшамен ішінде жаңағы ашу барысында шығатын газдарды шығарып тұруымыз керек. Егерде сіздер банкіге тұздайтын болсаңыздар, банкінің астына тарелка қоюды ұмытпаңыздар, өйткені ол ашу кезінде сыртқа жаңағы бөлініп шығатын суы сыртқа тасып кетуі мүмкін. Мен осындай үлкен ыдыста тұздайтын болғандықтан, мен осындай астына еш нәрсе қоймаймын. Осылай үй температурасында 3 күн бойы сақтаймыз. Күнделікті осындай ағаш қасықпен немесе таяқпен осылай ауаларын шығарып тұру керек. Сол кезде біздің капустамыздың жаңағы дәмі ащы болып кетпейді. Әр жерінен осылай шұқып тұру керек. Міне менде 3 күндей уақыт өтті. 3 күнде осылай түсі ағарып әдемі болады. Жаңағыдай көріп тұрғандарыңыздай, дайын болғаннан кейін мен осындай пластик ыдысқа салып, салқын жерге шығару үшін осылай барлығын бір ыдысқа салып, тығыздап, құрамынан бөлінген суын бетіне құйып, сақтай беремін. Егерде сіздерде күн жылы болса, онда холодильникке сақтаңыздар. Егер күн салқын болса, осылай салқын жерге шығарып қойсаңыздар да болады. Кез келген тағаммен, винегрет салатқа қосқанға өте керемет үйлеседі. Құрамын 2-3 есеге көбейтіп жасай берсеңіздер де болады. Сонымен қатар каналымда басқа да капустаның, пекин капустасын тұздаудың, сонымен қатар салаттың, тәттілердің түрлерін таба аласыздар. Егерде видео рецепт сіздерге ұнаса, каналыма тіркеліп, қолдап қоюларыңызды сұраймын. Ас болсын.